Ассалаумағалейкум, ешкі сүйер қауым, қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Сіздерге бүгінгі тақырыпта ешкінің немесе қойдың аяғын қалай байлау керек, соны көрсетемін. Мал ұстағаннан кейін оны сатасыз, немесе бір жақтан алып келесіз. Сол кезде аяғын байлау керек болады. Аяқ байлайтын екі түрі бар, жақсы әдіс. Мен сіздерге соны қазір көрсетемін. Қысқа қашықтыққа байлау және ұзаққа байлау. Кейбір малдар буаз болады, кейбір қойлардың қарны болады, сол себептен екіншісінде жатып ыңғайлық байлаймыз. Біріншісі әдісін көрсетейін, қазір көріп алыңыздар. Мен қойды алдым көрсетуге. Себебі бұл туған, ішінде қозысы жоқ, сол үшін осыны алып тұрмын әдейі. Ешкілердің ішінде лақ бар. Оны алған жоқпын. Бұны байлағанға екі адамның керегі жоқ. Бұның әдісі бар, міне бір-ақ адам байлайды. Жыққан беттегі аяқты екі шетіне қоясыздар міне. Соны аяқпен қыса берсеңіздер, өзі аяқ жақындай береді төрт аяқпен. Көрдіңіздер ғой? Осылай міне ұстамайсыздар да. Тырп етпейді қой. Бірінші байлау әдісі былай міне. Былай байлау керек. Былай. Осылай байлайсыздар. Былай байламаңыздар, аяғын қиятын болады. Бірінші байлау әдісі. Бұл қысқа қашықтыққа барады бұнымен. Былай жата береді қой, жатқаннан кейін былай қимайды. Осы бірінші байлау. Бұл қысқа қашықтыққа. Енді ұзақ қашықтыққа апаратын болсаңыздар, былай байлаған дұрыс. Қазір көрсетемін. Қой жатыр ғой міне. Бұдан артық тұяқ байлайсыздар. Міне. Былай. Немесе бұдан жуан арқан болса, жақсы. Но енді жоқ кезде, асығыс кезде істесе болады шпагатпен. Престің шпагаты ғой, осы размер келеді қойларға. Міне былай қаласыздар да. Бұна екі аяқтың ортасына алдың аяқтан. Басына әкеп кигізе саласыздар міне. Міне, осылай жата береді міне. Жеңіл машинамен апаратын болсаңыздар, міне артына салып тастайсыздар. Алдың аяғы бос, кәдімгі қоралда жатқандай жатады. Қозысына да ішінде қозы болса, немесе лақ болса, ешқандай әсері болмайды. Міне емін-еркін барады ұзақ қашықтыққа. Осылай мен 1,5 жасар бұқаны 3-4 сағат жерге осылай мен аяғын байлап апарғам. Қалай байланды, солай жатты. Ештеңе де қылған жоқ, іші кеткен жоқ. Осылай барды. Осы әдісті үйреніп алдыңдар. Сосын тағы мен енді қойды